Мұхтар Қоденұлы, Қараман Тайшығара, 2 бөлім. Ырғыз торғайдағы ұлт-азаттық қозғалыс. Көбек ақсақалдың қорғаныс мақсатында ұйымдастырған шағын тобының ерлігі, тонаушы жасақтармен қақтығысқа түсу күн өткен сайын белгілі бола бастады. Олардың соңына патшаның жазалаушы жасақтары түсті. Алдында Құсмұрын бекінісінен шығатын жасақтар іздесе, кейін Орынбор бекінісінен де адамдар шықты. Тайшығаралар аз тобымен қолға түспей Нұра бойын тасалап, жазалаушыларды үнемі қапы соқтырып, айналып келіп аттарын айдап әкетіп, қаруын алып, оларды жаяу қалдыра берген соң, олар бейбіт ауылдарды тонап, қарақшыларды ұстап бер деп қысымға алуын көбейтті. Бірде Орынбордан Ахмет правитель бастаған 400-ден астам жасақ шығып, Ырғыз торғай бойларын аралап, елден салық жинап, Көбектің жігіттерін, яғни Тайшығараларды іздеді. Орынбордың генерал-губернаторы Сақ саятшыл адам болыпты. Жергілікті қазақтар өздеріне қарсыларды орыс солдаттарына ұстап бермейді және әр жерде отарлау саясатына қарсы топтар құрылып, олар қаша ұрыс салып, елді тікелей тонаудан сақтап жүр. Сондықтан қазақтан шыққандардың әскери атағын көтеріп, патша ағзамға адал қызмет жаса деп шекпен жауып, арқасынан қағып, Торғай даласына 1844 жылы жазда аттандырған екен. Бұралқит үргеннен жағат деген рас екен. Өз адамдарын жазалауда Ахмет правительде ерліктер көрсетіп, Тама, Шөмекей ауылдарын талап, тонай отырып, Торғай бойына да жетті. Ахметтің артында аққан қан шулаған ел қалды. Тоналған малды Орынборға айдатып, ілгері жылжи берді. Ол кезде тілеулес адамдар көбейіп, намыс қуған азаматтар атқа мініп, Ахмет правительдің жолын тосты. Тайшығара бастаған топ алдарынан көріне түсіп, Нұраның ішіне бойлап ене берді. Шөмекей елінің жігіттері екі жағынан көрінбей қапталдасып еріп отырды. Жасақшылар күзет қойып, Нұраның ішіндегі қалың тобылғыны паналап орналасты. Олардың орналасқанын көрген кекшілдер өзірі ақылдасып, таң қараңғысында жасақшыларға тиіспек болды. Олардың зеңбірегін аттырмаудың жолын іздеді. Бір топ адам күзетшілерді өлтіріп, аттарды әкету керек. Қалған 3 топ 3 жақтан шығып, жасақты жарып өту керек. Одан әрі қалса оққа ұшып, шығын көбейеді деп есептеп, бір өткенде көп шығын беріп, жусатып кетіп, аттар мен түйелерді алып кету міндеті қойылды. Жиналатын орын белгіленіп, тосқауыл болатындар анықталды. Тас түйін болған кекшілдер таң қараңғысын асыға күтті. Барлаушы топ шала мас күзетшілерді бауыздап, аттар мен түйелерді босатуға кірісті. Күзетшілерді тексеруге шыққан Ахметтің інісі бір қолайсыз жағдай барын біліп қалды. Ол талай барымтаға қатынасқан, соғыс өнерінен хабары бар, әккі сұм адам болатын. Бөтен адамдарды сезісімен дабыл қағып мылтық атты. Қосымша хабарды күтпей-ақ шайқасқа дайын 3 топ атылған мылтыққа қарамастан лап қойды. Айғай шу кескілескен ұрыс басталды. Жасақшылар дөңгеленіп қорған шебін құрды. Келісім бойынша кекшілдер көп аялдамады. Қолға түскен ат түйелерді алып, Нұраның терең жаралары мен қалың тобылғысына сіңіп кетті. Тайшығараның қара арғымағына оқ тиіп, ұрыс таласынан жолдасының атына мінгесіп шықты. Бірсыпыра көлігінен айырылып, 60-70 адамның өлігін жинап Ахмет правитель қалды. Олардың кекшілдерді қууға немесе Торғай елін шабуға дәрмендері болмай, кейін шегініп, Орынборға оралды. Сапар сәтсіз аяқталған Ахмет правитель бармағын шайнап, бар зәрін Торғай еліне төкпек ниетпен қапысыз қамдануға кірісті. Жазалаушы жасақтың тоналғаны алданып, негізгі мақсатқа жетпегені генерал Ганстың да ызасын келтіріп, қол астындағы қазақ правительдерін жинауына мәжбүр етті. Полковник Баймұхамед Арслан Ахмет жаутаңдай қарап Ганстың құзырына жиналды. Алдында арқаларынан қағып, шейін тағып, шекпен жапқан Ганс бұларды өте ашулы қарсы алды. Сендер патша ағзамның сенімін ақтамадыңдар. Басурмандарды беттеріне жібердіңдер. Бәріңді орындарынан алып, семьяларыңмен өздеріңді тұтқындаймын деп ақырды. Халқының орнын жақсы көретін 3 правитель ант су ішіп елді тәртіптеп, батырларының қолдай көгендеп, айдап келеміз, мал мүлкін түгел жинап аламыз. Тек қолымызға қару бер, әскер бер деп Ганстың алдында бастарын иіп, тізелерін бүкті. Өздері келгенше кепілдікке бермекші болды. Естерін тандырып қысып алған Ганс бұларды үнемі қорқытып ұстау керек екен деп ойлап, дайындалыңдар, алдағы тамызда үшеуің 3 жақтан әскер алып шығып, Ырғыз, Шалқар, Торғай бойын тәртіптеп, ондағы қарсы топты талқандап келіңдер деді. Есінен сүйек алған төбеттей үшеуі тақсыр айтқаның болсын деп ыржалақтады. Елдегілер де қарап жатпады. Әр жерден шағын-шағын жасақтары құрып, қарусыз құмараларын паналап, тиіп қашып қарсылықтар өріс салып, көпшілігі Кенесарының қолына қосылды.
1844 жылы тамыз айында Лебедев пен Ахмет правитель бастаған 500-дей солдат Торғай даласын бойлай Торғай өзенін мекендеген ауылдарға аттанды. Баймұхамед пен Арслан правительдер Шалқар, Елек, Ырғыз өзендеріне жайлаған ауылдарды басып, үш правитель қарақшылық әрекеттерін бастап, қозғалысты тоқтатамыз деген сылтаумен қанды жорығын бастады. Ахмет пен Лебедев бастаған қандықол қарақшылар Көбекұлы Алтынбай биді өлтіріп, бейбіт ауылын шауып, Нұраға жақын отырған Кенесарының інісі Әбілғазы сұлтанның ауылын шауып, әйелдер мен балаларын алып кеткен. Жолда олардың жасағына тайшығарлар түнде шабуыл жасады. Жасақшыларға шығын бергенмен қолға түскендерді босата алмады. Өйткені оларға Шөмекей, Төртқара, Тананың жігіттері көмекке келе алмады. Себебі олардың ауылдарын Баймұхамед пен Арсланның әскерлері қан жоса қылып талап жатқан болатын. Адам санының аздығына қарамай Ырғыздың бас жағына түнеп жатқан жазалаушы солдаттарға тайшығарлар тағы да түн қараңғылығын пайдаланып кескілескен ұрыс жасады. Осы ұрыста аты өліп, өзі қолынан жараланып, тайшығара қолға түсті. Жолдастарының құтқаруға мүмкіндіктер болмады. Дұшпаны қолға түскесін аясын ба, Ахмет правительдің өшіккен адамдары тайшығараның аяқ қолына кісен салып, ұрып соғып, оңаша үйге қамап, күндіз жаяу айтады. Қызуы көтеріліп, жара іріңдей бастады. Жолдан жусан жұлып, соның дәнін үгіп, жараға сеуіп, тістенумен келді. Кейде басы айналып, көзі қарауытады. Айдауға жарамай құлап қалған кездерді болды. Кейде ессіз қалған жаралы денені түйенің үстіне көлденең тастай салады. Атып тастайық, өзімізге бейнет қылып қайтеміз, мұның өлігін кім сұрап жатыр деген жас ауылдарды Ахмет тоқтатты. Ол маған тірідей керек. Мұның адамдарын түгел ұстап, олардың алған заттарын қайырып алу үшін керек. Содан кейін өзін өлтіріп итке тастауға болады. Бұл қаратты ұзын тураның мойында патша ағзамның талай солдатының қаны бар. Мұның бізге жасаған кеселі аз емес. Маңайына ешкімді жақындатпай, қатаң ұстап күзетке ықтиятты болыңдар. Торғай Ырғыз бойындағы шапқыншылық әрекеттерін баяндауға және қолдарына түскен олжаларын губернаторға тапсыру үшін Лебедев өз тобымен Орынборға аттанды. Қолға түскен тұтқындар мен жаралы тайшығараны Ахмет правительге қалдырды. Ганстан хабар болғанша мына адамдарға елік жаса, оларға не істеу керегін айтамыз деді. Ахметте айтқаныңыз орындалады дегеннен басқа сөз болмады. Лебедев ел арасындағы наразылық Ахмет правительге аусын, біз оған тәртіп сақтау үшін көмектескен болайық, киргиздар өзімен өзі болсын деген пасық пиғыл етті. Қаншама қысым көргенмен Торғай даласы түгелде патша ағзамға бағынып мойынсұнбаған еді. Оның үстіне Кенесары бастаған ұлт азаттық қозғалысқа қатынасып, Қараөткел, Құсмұрын бекіністерін алуға белсене қатысқан. Осы жолы үш правительдің үш жақтан шығып, Торғай даласын Кенесарыдан бөліп тастап, онымен бірге жүрген кіші жүз елінің жігіттерінің ауылына шауып, тонап, олардың кек қайырып, еліне қайтару болатын. Бірақ Орынбор генерал-губернатор да, оның үш правителі Баймұхамед, Арслан, Ахметтер де ойлаған мақсаттарына жете алмай, шеткі ауылдарды тонап, қарусыз адамдарды өлтіруден әрі аса алмады. Кектенген ел қарусыз қарсы тұрып, кекшілдер тобы түнде тиісіп, оларды ойлаған мақсатына жеткізбеді. Сондықтан да мемлекет адамдар мен оның солдаттары қарақшылық әрекетпен шектелді. Жарасы қанша асқынғанымен тайшығара әл жинай бастады. Ахмет правитель ауылына келген соң, аяқ қолының кісенін алмай, жеке кигіз үйге қамап, айнала күзет қойды. Дәретке түнде ғана алып шығады. Ауыл адамдарынан ешкімді қатынастырмады. Қолға түскен қыз-келіншектерді әркім бөліп әкетіп, көнгенін әйел, көнбегенін күң етті. Олардың күні жылаумен өтіп жатты. Ал тайшығара қарақшы қасшау есебінде күзетулі. Алғашқы қар түсі жазалаушы жасақтар қайта Торғай, Ырғыз шықпақшы болып дайындалып жатты. Бұл кезде тайшығараның өмірде қыл үстінде өтті. Ахметтің үйінде болған бір кеңесте ол қарақшыны қашты деп өлтіре салайық, оны ұстай беру қауіпті, болмаса ұлықтарға айтып, Орынбордың түрмесіне қаматайық деген сөздер болды. Бір би арғын елінің алдында айыпты болғанша, Орынборға жіберіп құтыл. Олар қазір әлсіз болғанымен күннің күнінде бала шағамыздан кек қайрат. Көбек қарап жатпайды. Баласын да және мына қарақшыны да іздейді. Сондықтан бәлесі орысқа аусын, бізден тірі кетсін деді. Осы әңгімелерді Ахметтің екінші әйелі қымыз құйып отырып естіді. Жас жігітке жаны ашып, жүрегі ауырды. Қандасым екен, оған қалай көмектессем деп қиналып мазасы кетті. Түрмеге кетсе қайтып адам болмайды-ау, бір жерде атып тастайды ғой деп аяушылық білдіріп, жанын қоярға жер таппады. Ахметтің екінші әйелі Торғай бойындағы арғындардың қызы еді. Ахмет бастаған жазалаушы жасақтардың елге жасаған озбырлығынан, елдің көз жасынан хабардар болатын. Әйел жолы жіңішке болғандықтан ашық қарсылық жасай алмай ішінен қынжылатын.
Қолға түскен тұтқындарды көріп аяушылық білдіріп ас бергізетін, өзіне жақын ұстап жүрген қызметші әйелді жұмсап, тұтқын жатқан үйді күзететін солдаттарға қымыз ас бергізді. Ұлыға елінен келген тамақ пен қымызды ішкен солдаттар мәз болды. Асқа үйренген солдаттар ауыл жақтан көз алмай жалшы әйелді асқа күтетін болды. Правитель әйелі жалшысына реті келсе тұтқын жігітке тамақ бер, оны әлдендіру керек, жөні келсе кешке бір табанан апарып беретін бол. Оның ішіне мына егеуді салып пісір деп тапсырды. Әйел Айшаның сөзін екетпей орындауға тырысатын. Өзіне қамқор болған адамға қандай жалшы болса да адал қызмет етеді ғой. Солдаттармен тамақ арқылы жаққан әйел тұтқынға тамақ беруге жол тапты. Кешкілік етпен қоса тұтас табан нанды Тайшығараға берді. Шырағым әлденіп алып, жолың тап деген ишара білдірді. Күнде келуге көзге түсуден қаймығып, күнара кейде кешкілі тамақ жеткізіп жүрді. Ас ішіп әлденген Тайшығара аяқ қолдағы кісенді егеп, жартылай кесіп қашудың дайындығын жасады. Айша Орынбордан солдаттар келіп Тайшығараны әкететінін білді. Енді кешігуге болмайтынын түсініп, өзі жұмсап жүрген әйелге: малшының белді атын ер тоқыммен сайға арқанды. Мына кездікті ішіңе тығып, тұтқын жігітке жеткіз. Ал мына жынды суды қымызға қос деп қолына бір шөлмек арақ берді. Аттың тұратын жобасын ескертті. Шамасы келсе таң білінбей қашсын. Менен дұғай сәлем дегейсің деп кетіп қалды. Қолына қабын алған әйел ішіне тамақ салып тезек терген болып сыртқа беттеді. Айналып тезеген тере жүріп, тұтқын жатқан үйге жанамалап келіп, солдаттарға асын берді. Ол да адам ғой, тұтқынға да аздап берейік деп олар қымыз ішіп жатқанда ішке қолын созып, кездікті қоса орап алып берді. Сыбырлап: бүгін түннен қалма, Айша апаңнан сәлем деді. Ар жағынан: Айша апаң кім деді. Ол Арғынның қызы, Ахмет правительдің екінші әйелі. Хош аман бол, сайда арқандаулы ат бар, жүйрік емес белді деді, көзге түспейін деген оймен үйден ұзай берді. Рахмет, рахмет, рахмет деп үш қайталап тұтқын қала берді. Түсіме атам кіріп, балам жасыма құтыласың деп еді. Құдай қолдаса тірі қалып мына қапастан құтыларым деп ойлады. Сергек сезінген Тайшығара түннің қараңғысын асыға күтті. Сұлтан ауылы қонақсыз бола ма? Сырттан Орынбордан ұлық келеді екен, қосымша тапсырма болар деген үмітпен ауыл басшылары жиналып, бірін-бірі қошеметтеп, ас ішіп, қымызға қызара бөрткен жуан қарындар қарқылдап күліп, керіле жантайып, жыршыны тыңдап, жастау жағы атқосшылары қызды ауылды торып, өздерінше олар да мәз болып, көпке дейін ауылдың шуы басылмады. Арақ қосылған қымыз ішкен мұжық солдаттар өздерінше өлеңдетті. Мына шу Тайшығараны да жүйкесін жұқартып, төзімін тауысты. Дәретке шығар деп есікті ұрғылады. Әй Киргиз, тыныш жат деп солдаттар есікті ашпады. Үлкен дәретке шығам деп тағы есікті ұрғылады. Әлден уақытта үшеуі келіп есікті ашып, екеуі екі қолынан ұстап далаға жетектеп шығарды. Үшіншісі мылтығын кезеніп тіреп соңдарынан ерді. Киіз үйден 30-40 қадамдай шығарып ал отыр деді. Тайшығара: іш киімді шеше алмайым, біреуің бауымды шеш деді. Мына Киргиз бауымды шеш немесе қолымды босат дейді. Екі жағындағы орыстар: сен көмектес, біз қолын ұстап тұрмыз ғой деп өзін жұмсады. Мылтығын шолтаңдатып алдына келе берген татар еңкейе бергенде батыр тізесімен ектен теуіп шалқасынан түсіртті. Ана екеуін көк желкеден екі қолымен бірден ұрды. Үш солдат үн шығара алмай құлап түсті. Татардың мылтығын қолына алып, кездігін беліне қыстырып, үй сыртында қалғып отырған екі солдатты үнін шығармай өлтіріп, киіз үйдің ішіне сүйреп тастады да сайға келді. Келсе айтқандай қойшы торы ерімен арқандаулы тұр екен. Торын шешіп алып, Аллаға сыйынып, атқа қарғып мініп, оңтүстік шығысты бетке алып тартып кетті. Патша жендеттерін өлтіріп, қашқан Тайшығараны арнаулы жасақ іздеп шықты. Қойшы торы белді ат екен. Елге соқпай Тайшығара үнемі түнде жүрумен Жабасақ көліне жетті. Атын суарып, белін босатып, көл жағасына дем алып, құс ұстап, қорек жасамақшы болып тіршілік қамына кіріскеле жатқанда, жануар елеңдеп пысқырып, тықырши берген соң жасырынып қараса, әйдейтін жерге қару асынған бір топ солдат келіп қалыпты. Алдында жалбыр тымақты ізішісі бар. Ол байғұсты қорқытып алып шыққанға ұқсайды. Амалы таусылған іші қайта-қайта жөткірініп қояды. Қашуға ат жүйрік емес, атысуға күш тең емес. Лажы болмаған Тайшығара атын жетектеп көлге түсті. Мұны көріп қалған солдаттар бірнеше дүркін оқ атты. Көлдің жиегіндегі сирек қамыс қалқан бола алмады. Атына оқ тиіп өзі атты қалқалады. Мылтығы суға тиіп атылмай қалды. Топ бастығы екі солдатты қашқын жараланды, денесін судан алып шығыңдар деп жұмсады. Солдаттарға суға түспейтін дәрмен бар ма? Шала шешініп, мылтықтарын көлдеден ұстап, ат жатқан жерге тартты. Суда қимылсыз жатқан Тайшекең келе жатқан шөді күтті. Бар қаруы Айша берген кездік.
Екі солдат аттың екі жағынан шығып келе бергенде Тайшығара көз ілеспей шапшаңдықпен шалт қимылдап, біріне пышақ салып, екіншісін өзімен қоса су астына ала кетіп, дымын өшірді. Қырдағы шулаған солдаттар мылтықтан бірнеше дүркін оқ жаудырды. Тайшығара өлі солдаттың денесін қалқан қылып, қамысқа сіңіп арғы бетке өтіп кетті. Аман жеткен Тайшығара ат құралын дұрыстап, Ұлытаудағы Кене ханның жасағына қосылып, арғындардан құрылған екпінді жасаққа кіріп, қолына қару алды. Көбекке баруға, анасына кездесуге мүмкіндігі болмай, кек қайырып, ел намысын қорғаушы қалың қолға қосылды. Аз жасақпен күресу жеңіс әпермейтінін түсінді. Ахмет Жантөриннің жасақтарынан қашып құтылған Тайшығара Кене ханның негізгі күші тұрақты әскер қолына қосылды. Ол кезде Кене ханда іріктелген 20 000 тұрақты сарбаз болатын. Онда тосқауылшы, торуылдаушы, барлаушы және шабуылдаушы топтар болған. Оның сыртында Кене ханға тілектес билер мен батырлар да шағын жасақтар болған. Олар қозғалыс басшылардың тапсырмаларын орындап, бекіністерден елді тонауға, алым-салық жинауға шыққан жазалаушы жасақтармен кездесіп, кескілескен ұрыстарға қатынасатын. Арғын жасағына қосылған Тайшығара соғыс өнерін үйреніп, қару-жарағын дайындады. Үнемі кекті жүрген ер жігіт жаттығу жұмысына бар күшін жұмсап, сайыс өнерін жақсы меңгерді. Жасақшылардың қатарында барлаушы топтармен шығып, патшаға қызмет етіп, қозғалысқа қарсы күрескен сұлтандардың жасақтарымен кездескен шайқастарда көзге түсіп, Төлек Жәуке бастаған арғын жасағында жүзбасы болды. 1844 жылдың ірі жеңістері бүкіл қазақ даласына кеңінен жайылып, халықтың рухы көтеріліп, Кене ханның мәртебесі биіктеп, оның қолбасшы мемлекет қайраткер екені дәлелденді. Сарбаздар қару-жарақты өздері дайындады. Әскер басылар, батырлар қатары өсті. Жоламан, Байтабын, Шәкір, Жәуке, Толыбай, Бұзаубай, Иман, Жаңайдар, Бұқыбай, Бұқарбай, атақты Ағыбай, осылардың ішінде Наурызбай айрықша ерліктермен көзге түсті. Олардың әрқайсының соғыс ерекше тәсілдері болды. Патша Кенесарының хан есебінде танығанмен неше түрлі әрекеттері жасап, Торғай даласынан жылжытуды ойлады. Патша үкіметі 3 бағытта ерекше отряд шығарып, Кенесарыны қоршап алып, еріксіз тізе бүктіруді ойлады. Сол мақсатта Ұлытау, Тобыл өзені, Орысқы қамал жағынан 3 жасақ шығарылды. Алайда олар жеңіліске ұшырады. 1844 жылы 20 шілдеде түнде Ахмет Жантөриннің отряды қоршалды. Жақын маңдағы Дуниковский басқарған отряд Кенесарының қоршауына түсемін деп қауіптеніп, Жантөринге көмекке келе алмады. Сол түнгі ұрыста 44 сұлтан өлтірілді. Орынбордың соғыс губернаторы Дуниковскийдің рапортына Обручев: «Масқара, күйінішті хабар, шегіміз бар. Мұндай масқарашылықтың болғанына сенудің өзі қиын» деп бұрыштама соққан. Осындай жеңілістерге ұшыраған орыс армиясы қосымша күштер жинап, Торғай даласына бойлап ене бастады. Оның айқын мысалы 1845 жылы Торғай қаласы салына бастады. Кене хан патша үкіметтің ұлықтарымен мәмлегерлік саясат жүргізе отырып, қазақ халқының оңтүстік батыстағы шекарасын қалпына келтіру үшін Қоқан, Хиуа хандықтарының қалаларына шабуыл жасауға өз күшін аттандырды. Шабуылға аттану құпия жүргізілді. Мұндай әрекеттерден патша үкіметі мен көрші хандар да қауіптен үлкен қарсылықтар, тойтарыс бірігу әрекеттері болатынын сөзсіз етті. Алайда елдің тұтастығы, мемлекеттің нығаюы үшін көзсіз ерліктерге баруға тура келді. Бұл саясатты халықты қолдады. Осы мақсатта 1845 жылы қыркүйекте төте жолмен Қоқан хандығының иелігіндегі қалаларға жорық басталды. Бұл жорыққа өз жүздігімен Тайшығара да аттанды. Қол бастаушы Ағыбай мен Наурызбай басқа батырлар өз жасақтарын басқарды. Бұғыбай батыр шолғыншы топпен жол бастады. Әр сарбаз жеңіл қару қос аттан алды. Жол азығына қуырдақ, құрт, қойдың сұрқұйрығы, торсыққа су құйылып, аттардың ауыздықтарына сұрқұйрық байланып, қарақшылар мен жанынан безген қашқындар жүретін су жоқ, жеңілден басқа шөп жоқ, сусылдаған құмды шөл даламен шыққан қол жеті күнде Созақ қаласына жету керек еді. Алайда әбден шыныққан қазақтың сарбаздары мен қазақтың қарабайыр жылқысы сарбаздарды Созақ қаласына 5 күнде жеткізді. Орташа есеппен алғанда сарбаздар күніне 230 шақырымнан жүріп отырған. Қойдың 3 жылқы сұрғұйрығы аттарды шөлден сақтап ас болды, ал адамдарды кәдімгі құрт аман сақтап тамақ болды. Алты-малты ас болмай өзіңнен туған жас бала сақалы шығып жат болмай елдердің ісі бітер ме деген Махамбеттің ұраны шындыққа айналды. 5-ші күні қамалдың түбіне кеш жеткен сарбаздар азғана жатып демалып, 6-шы күні таң сәріде қамалды шапты. Ханның аз әскерімен қала халқы тұтқиылдан қамалы лап қойған сарбаздарға қатты қарсылық көрсете алмады.
Қамалдың бас сақшысы Кене ханның қалың қолы абылайлап ат қойып, қамалдың қақпасын қиратып ішке кіргенін Қамалдың бегі келіп хабарлағанда, ұйқылы ояу тоқалының қойнында шарапқа тойып, жас арудың ыстық деміне балқып, әйел ләззатына маспек. Сен не айтып тұрсың? Қорыққанға қос көрінеді деген. Кенесары әскері мен Торғай өзенінің бойында патша әскеріне қарсы аттанып кеткен. Мұнда олар құс болып ұшып келе ме десе керек. Құрметтім, сенбесеңіз терезеден қараңыз, аман тұрғанда қашып құтылыңыз дейді ашуға булыққан бас сақшы. Сөйткенше болмай абылайлаған зор дауыс сәнді сарайға да жетті. Аруақты айғайдан шошынған Қамалдың бегі жанын қоярға жер таппай жапырақша қалтырады. Қамалдығының көпшілігі Кенесарыға тілектес болғанымен хан әскері отбасын үйін қорғаған қаланың халқы жан аямай әрбір көші үй үшін кескілескен ұрыс жүргізілді. Бұрында Созақ қамалына шабуыл жасаған жырынды сарбаздар мен тәжірибелі батырлар соғыс үстіндегі тәсілдерді шебер пайдаланып, сыртқа ешкімді шығармай, қамалдың сыртпен байланысын үзіп, өте шапшаң қимылдады. Таңсәріде басталған қанды қырғын бір жетіге дейін созылды. Сырттан көмек ала алмай қапыда қалған қала халқы мен хан әскері тізе бүкті. Бұл оқиға қазақ даласын ғана дүр сілкіндіріп қоймай, үкіметін де қатты шошытты. Бұл уақытта Орынбордың генерал-губернаторы Петербургте патша сарайында тойда отырған болатын. Созақты Кене хан шауып кетті деген хабар мүмкін емес деп есінен танып қалды. Орыстың саяхатшылары мен географтары әскердің бір шетіде Ұлытаудан Созаққа жетіп шабуыл жасау мүмкін емес деп таңдана бас шайқады. Алайда азаттық пен намыс қуған қазақ жауынгерлері мүмкін еместі мүмкін жасады. Осы жорықта Тайшығараның жүздігі ерекше көзге түсті. Бас батырлардың алғысын алды. Созақ қамалының алынуы Кене ханның айбынын көтеріп, ірі қолбасшылық қайраткерлігін айқын танытты. Азаттық үшін күрескен қазақ халқының да рухын көтерді. Патшаға жарамсақтанған қолжаулық сұлтандар жанын қоярға жер таппай, өз ұлықтарының әскер шығарып, көмектесулерін сұрап, күні-түні зарлаумен болды. Созаққа қолды адастырмай бастап апарған Бұғыбайдың еңбегін халық қатты құрметтеп, жолсыздан жол табатын Бұғыбай басшы деген нақыл халық аузында қалды. Созақ алынып, Кене хан әскері Қоқан хандығының жеріне бойлап кірді. Тұтқиылдан болған шабуыл Қоқан ханына қатты әсер етті. Тұрақты армиясын жинай алмай, оның үстіне қол астындағы халықтар қозғалып, Кене ханды қолдады. Қазан, Қараша айларында Қорған, Жаңа Желек қалаларын алып, Ақмешітті қоршады. Осы қатты қырғын соғыстарда Тайшығара бастаған шабуылшы екпінді жүздік ерекше көзге түсті. Қоқан хандығына қарайтын әскер мен қала халқы қатты қарсылық көрсетті. Дегенмен хан қысымынан қорлық көрген және жоқшылықтан жәбір шеккен өзбектер мен қарақалпақтар, жергілікті қазақтар Кене хан қолына қосыла бастады. Осыдан қауіптенген және аз уақыт ішінде бірнеше қаласынан айырылған Қоқан ханы Кене ханнан бітім сұрады. Патшалы Ресейге қарсы одақ құрып, қару-жарақ азық бермекші болып келісімге келді. Ол кездерде совхоз шаруашылықтарындағы орта буынды мамандар мен бөлімше басшылары демалыс дегенде онша біле бермейді. Үнемі жұмыс басты болатын. Сондықтан да пікірлесіп отыру, бас қосып әңгімелесу дегенінің бәрі жұмыс көлемінде, болмаса мал орындарын атпен арлайтындықтан жолда болатын. Атамыз туралы әңгіме созылған сайын ретін тауып, сүкеңді сөйлету, көңілді отырып әңгімелесетін орын іздейтін болдық. Шаруаның бір орайы келгенде Сағынба ағайға «Сүкең құрдасыңды үйге шақыр, біз де бірге болайық» деді. «Әй балалар-ау, оның жөні оңай, үйге келген соң әңгімесін айттырайын. Бүгін қабағы жабылып кетіпті. Ертең ешқайда кетпеңдер» деді. Жеңгеміз өте таза асқабап кербез кісі болатын. Сәкен: «Әй, Аягөз, сен мал алдырып, ертең құрдасыңды асқа шақыр, ішінде балалар да болады» деп тапсырманы беріп тастады. Аягөз жеңгеміз күлді. «Сендер балаларды сылтауратып бір демалғыларың келген ғой, айтқаның болсын. Жұмыспен жүргенде күнде кештеді. Көзіміз Сәкең үй жағында. Атымызды отқа қойып, әр нәрсені сылтауратып сыртта жүргенде сіздерді әкем шақырады» деп Махмұт жүгіріп келді. Көп аялдамай Сәкең үйіне жиналдық. Аягөз жеңгеміздің қою шайына қанған соң Сәкең: «Әй Сүлеймен, мына жастарды сарылтпай, Тайшекеңнің басынан кешкен әңгімелерін айт. Әдейі тыңдағылар келіп жиналып отыр. Ол кезде ешқандай ерсілігі болмайтын. Кешкілік ауыл үйдің адамдар шақырмай-ақ жинала беретін. Түннің бір уақытына дейін әңгімелесіп отыратын. Бүгін де солай болды». Сәкеңнің үлкен бөлмесі лық толды. «Әй Сағынбай, бүгін Аягөз екеуіңмен әңгіме айтсын деп баптап отырғаннан саумысыңдар» деп бір күліп алып, Сүкең тағы бір әңгімесін бастап кетті. Созақ Қоқан жорықтарынан абыройлы оралған Тайшығара сенімді батырлардың қатарына қосылды.
Кенехан Қызылжар бекінісінде тұратын төрелер арқылы оқ дәрі алатын болып, келісіп, соны көзге түсірмей әкелуге тайшығара бастаған шағын жасақ жіберді. Оқ дәріні азық түлікпен қоса саудагерлер әкелу керек. Бұлар сырттан бақылай отырып, оларды аман-сау Ұлытауға жеткізу қажет. Іс аса құпиялықты қажет етеді. Азғандай топ саудагерлердің соңынан еріп, Қызылжарға тартып отырды. Ешқандай қиындықсыз Қызылжар бекінісіне жетті. Апарған малы мен заттарын өткізіп, керекті киім-кешек, тамақтың түрлері алынды. Негізгі шаруа мылтықтар мен оқ дәрілер алынып, жүк есебінде түйелерге тиелді. Шаруа орындалған соң, кірешілер түнде қаладан шығып елге тартты. Арықбалық тауынан асып, көл жағасында бел шешіп, көліктерді отқа қойып отырғанда төбе басында күзетшіден солдаттар келеді деген суыт хабар келді. Керуен басы заттарды түйеге тиеп, тез қозғалу қамына кірісті. Тайшығара тобын екіге бөліп: батырлардың жартысы керуенмен бірге тез жүріңдер, қалғанымыз солдаттарға қарсы аттанамыз деп асығыс атқа қонды. Қызылжардағы бекініс бастығы керуеннің Кенехандық екен және қару-жарақ сатып алған біліп қалған. Сондықтан керуенді қайырып әкелу үшін іріктелген қазақ ауылдарын талай шауып, талаған жүздікті аттандырған басқарушысы орыс офицері Иванды аттандырған екен. Жазалаушы жасақ ізбен қуып жеткен жер еді. Тайшығаралар жартасты паналап шеп құрып жасақтың алдын тосты. Аттарын ұрымтал қуысқа тығып тастады. Сотник далаға шыққан әккілігіне басып, алдымен шолғыншы жіберіп, ит табандап жылжып келеді. Қыбыр етпей сарбаздарды күтуде. Даланың бұтасы да пана дегендей, тар жолдың бір жағы әсем өскен ағаш, екінші жағы жартас. Тайшығар адамдардың төртеуін алға қарай қойған. Бір шолғыншы топты өткізіп, негізгі топ қатарласқанда батыр: ал сендер мылтық дауысы шыққанда шолғыншыларды атыңдар, керуен ұзап кеткенше жасақшыларды ілгері өткізбеуіміз керек деп тапсырды. Күштер аз болғанымен жазалаушылардан сарбаздар онша үйрелене қоймады. Алғашқы шолғыншы топ 10 шақты адамды өткізіп, негізгі топты күтіп отырғанда олар да қатарласа берді. Күтпеген жерден 10 шақты мылтық бірден атылды. 7-8 аттан құлап, аттар ойқастап шыға келді. Солдаттар аттарынан түсе қалып, әрбір тасты сығалап атып, бекініп алды. Екі жағда аңдысып қалт жібермей бірін-бірі қозғалтпады. Жасақшылардың аз екенін білген сотник адамдарын 4 топқа бөліп, жартастағыларды қоршап қалып, жойып жіберуді ойлады. Солдаттарды кешке дейін ұстаса, керуен есіл бойындағы бағаналарына жетіп құлайды. Ол жерде Кенеханға қарас сарбаздар мен ауылдар бар. Бұзаубай батырға хабар жетсе, керуен аман құтылады. Сондықтан өздерінен 4-5 есе күші басым жазалаушы жасақты қалайда бөгеу керек. Міндет оңай емес. Жау жағынан шығын болғанымен өршеленіп ілгері өрмелеуде. Алдыңғысы жылжығанда артқылар оқ атып қорғайды. Қанша жартасты паналағанымен бұлардан да шығын бар. Күн ауып үлкен бесінге айналды. Жау жағы мылтықтан 2-3 дүркін оқ жаудырып барып тына қалды. Сәл саябырлаған мезетте не болды деп жау жағына көз салса, артына 4-5 адам қалдырып, басқалар атқа қорып ілгері кеткен керуенді қумақшы болған ойын Тайшығара бірден ұқты. Қиыншылық енді басталды. Ашық даладағы айқасқа бұлардың күші аз, қалайда оларда тежеу үшін қанша ұрыс салып, уақыт өткізіп өздерін пида қылу. Төмендегі тосқауылда қалған жау бұларды жолдан өткізбей қағып тастайды. Ендігі амал атты жетектеп жартасты қиялап шығу. Сондықтан тосқауылға 2 адам қалдырып, өздері аттарын жетектеп ілгері жылжыды. Бұл кезде солдаттар да атқа қонып, керуеннің соңына түскен еді. Жартасты қиялап шыққан сарбаздар да атқа қонды. Олар жасақшылардың соңынан емес, төтелеп алдынан шығып, қарсы алуды ойлады. Жөні келсе тасадан шығу. Жолды білетін сарбаздар солдаттарды жанамалай отырып, терең сайдың арғы қабағынан қарсы алды. Тағы да атыс басталды. Көптің аты көп, күші басымдығын істеп, тықсырып тастап айналып кетпек болды. Сарбаздар тағы алдынан шығып, тағы атыс, аңду басталды. Сарбаздар күші оқ дәрісі тіпті азайды. Қараңғы түсе солдаттарды адастырғысы келген Тайшығара өз жігіттеріне: атқа қоныңдар, күннің батысына қарай қашыңдар, біз жауды бөгейміз, әрі уақыт аламыз деді. Бәрі де атқа қонды. Қаша ұрыс салып келеді. Осы әдіспен олар жау жолын бөгіп уақыт алды. Бұл кезде керуенде ұзап, оның жолын күтіп жүрген өз сарбаздарына жетіп үлгерген еді. Тайшығара бастаған жасақшылар тобы өздерін өкшелеп келе жатқан дұшпан тобына соңғы оқтарын түйдектете атты да түн қараңғылығына сүңгіп кетті. Тайшығара Айдосты тастап кете алмай қайтып оралды. Өзін құтыл дегенге қарамай қарсы шауып Айдос артына мініп үлгергенше қуғыншылар да келіп қалды. Бұлар ұзап кете алмай қалды. Тайшығараның атына да оқ тиді. Ат үстіндегі екеуі ұмар-жұмар құлады. Тұра сала екеуі мылтыққа жармасқанымен кеш қалды. Қалың жау қамап байлап алды.
Қалған азғантай сарбаздың бұларды босатуға мүмкіндігі болмады. Қимай иіріліп тұрған жасақтарына қашып құтылыңдар, елге сәлем айтыңдар, ажал жетпесе кездесерміз деп айғай салды Тайшығара. Енді керуенді қуғаннан пайда жоғын түсінген солдаттар қолға түскен 2 адамды тұтқынға алып кейін қайтты. Сотник сарбаздардың бастығын қолға түсірген соң ашығын осылармен өтілсін деген шығар, әрі түн болған соң Кене ханның қолына кез болармын деген оймен Қызылжарға қарай суыт жүрді. Тұтқындарға да барғанша тірі болса болды деген оймен онша аяушылық істемеді. 2 сарбаз атқа теңделген қалпы аш-жалаңаш салбырап Қызылжардың түрмесінен бір-ақ шықты. Бір топ банды ұсталып деген суық хабар бұрқ ете қалды. Аты жөні кім жұмсады? Мұндағы сыбайласың кім? Қанша қару-жарақ алдың? Кенесары бандит, оның қанша сарбазы бар? Әскербасылар кім деген сұрақтарды жирен мұрт бұлшық сары қардай жаудырды. Арасында татар Тілмәш көмекке келді. Тергеуші қаншама қысып сұрағанмен Тайшығара мұндағы келген мақсатын айтпады. Қасарысқан қараға әбден ыза болған бұлшық сары азаптың талай түрін жасады. Әсіресе басқа салған бұрау қолдың көбесіне ине тығу жанды қинап титықтатты. Қаншама азап көрсе намыс қуған атамыз барымташымыз деген жауаптан аспады. Тергеуші мен оның көмекшілері ойлап тапқан азап түрлерін бірнеше күнге созғанымен Кене ханның басты адамдармен байланыстары туралы мәнді дерек ала алмады. Қызылжар түрмесінде бұларды 3 айдай ұстап бірнеше адамды Омбы қаласындағы түрмеге айдады. Олардың ішінде Айдос пен Тайшығара да бар. Айдаушылар атта, бұлар жаяу, қолға салған кісендерін сылдырлатқан тұтқындар арып ашып азапты жолмен Омбыға бет алды. Дегенмен ашық ауа, даланың салқын жері бұларға қуат беріп өмір үмітін оятты. Айдаушылар тұтқындарды шағын ауылға келіп, берік салынған ағаштан қиылған қоймаға қамады. Ағаш арасындағы түн қараңғылығы тез түсіп, тыныштық орнады. Тұтқындар өзара кеңесіп бүгінгі түнде қашудың амалын ойластырды. Олардың ұлты бөлек болғанымен азабы бір, мақсаттары бостандық болғандықтан ойлары ортақ еді. Айдаушылардың тұтқындарды айдап әкетіп қамаған ауылы Атығай руының дәулетті адамның ауылы. Қыста олар ағаш арасына қыстап, малдарын ағаш арасындағы көлге немесе Есіл өзенінің қойнауларына жіберетін. Сібірге жер аударылғандар көбіне осы ауылды маңайлап өтетін. Сондықтан бұл ауыл тұтқынды айдаушыларға таныс болатын. Ал ауыл адамдары әрбір жүргіншілерге көз салатын. Өйткені арасында қандастарымызда кездесетін. Оларға аз да болса ас су беріп, мұсылмандық жасайтын және бай ауылы жүргінші жас ауылдардан онша аға қоймайтын. Бұл шолғының ішінде аяқ-қолы кісенделген 2 жүдеу жігіт көргендерді елең еткізді. Өрімдей жас, сақал мұрты өскен, біріне бірі сүйеніп қана әрең қозғалады. Көргендер таңырқасып бұл хабарды біріне бірі айтты. Осындай хабардан кейін Бибісара мен қыз жеңгесі сыртқа шығып келгендерге көз салды. Олар да тұтқындардың мүшкіл халдарына аяушылық білдірді. Қыз жеңгесі, мына жігіттер тым жас екен, аяқ-қолдарын кісендейтіндей не жазды екен деді, үні тарғылданып. Келіншектің ағасы Кенесары қозғалысына қатынасып хабарсыз кеткен. Оның ойын елжіреткен бауырының хабарсыздығы еді. Айдаушылар ауыл адамдарына хан соңына ерген қарақшыларды және саяси тұтқындарды апара жатырмыз деп мылтықтарын шошаңдатып қоқиланып қойды. Өздері жайланып тамақтанған айдаушылар қамаудағыларға бір шелек құдық суын қойды. Байдың қызметшілері тұтқындарға жан ашығанымен батып ас бере алмады. Ниет түзу болғанымен қол қысқалық етті. Қыз ағасы Қызылжарға кеткен. Бибісара мен жеңгесі ағасының отауында бірге болып, таусылмайтын сырларын айтысып 1-2 күннен бері мәз етті. Еркежан, қалай ойлайсың, мына 2 жігіт жолда өледі ғой, әрі кеткенде Омбыда өледі ғой. Өте жүдеу екен, көмектесетін азаматтар патшаға қарсы соғысып жатқанда біз қалай тыныш отырамыз? Менің көкем де осындай бір жерде жүрген шығар. Ағаңды сыртта соғысып жүргенде өзі жақтап отырады. Мыналарға ас бергіз, үлкен ағаның қолынан келеді. Сен ол кісіге, қамаудағыларға тамақ бергіз, аяушылық жаса деді. Мен қызметшілерге ас дайындатайын. Соның ішіне кісен кесетін темір ара салдырам. Ер жігіттер ғой, әр жағын өздері білер. Олар босап шықса іздеп тауып алады ғой, деді Бибісара. Егер ол 2 жігіт аман шықса, осы бөлмеге жасырайық. Бұл үйде ешкім тінтпейді. Екеуміз сенің бөлмеңде боламыз. Осы шешімге 2 жас келісті. Олар да қанына қызып әрі жан ашып игі істі қолға алды. Ерге қыз үлкен ағасына барып, мына шошқалар тұтқындарды қамап қойып, асын ішіп, арағына тойып, осы ауылда тайраңдап жүр. Әдейі шақырып келген қонақтай, тұтқындармен шаруасы жоқ деді. Ағасы, Бибісара-ау, оларды не істейміз? Патшаға қарсы дейді ғой. Қарсы болса патшаға қарсы шығар, бізге не зиян жасады? Ішінде қазақтарда бар көрінеді. Тамақ беріп мұсылмандық істемейміз бе? Мына шошқаларға берген асыңнан олар да ішсін деді.
Жарай шырағым, келін кетші, аспаздарға айтып ас дайындатсын. Мен бастығын айтайын. Мыналарға да қосымша ас дайындай салсын. Әйтпесе жолдан өздері ішіп қояр, ашқарақ малғұндар емес пе? Рұқсат алған қыз бен жеңгесі асты да құралды да дайындап сенімді қызметші әйелге берді. Мына дорбаны шелекті қарауылшының қолына бер. Қойманың сыртына дәретке отырған болып, шапанын жамылып, іштегілерге қазақшалап ара барын ескерді. Сыртқа шыға алса, алысқа ұзамай мына сарайға келсін, көмектесеміз деп айт. Сенің сөзіңді солдаттар түсінбейді, ішіндегі қазақтар ғана түсінеді. Естісе жөтеліп белгі берсін деді. Сенімді аспаз әйел тапсырманы орындады. Үшеуі кезектесіп үйдің іргесіндегі сарайды бақылап, есігін ашып қойды. Таң қараңғысында айғай-шу шықты, мылтық атылды. Қараңғыда қармалаған екі адамның сұлбасы сарайға келді. Манаға аспаз әйелі екеуі де киім жауып үйге кіргізіп, қыз бен келіншектің қолына екі жігітті берді. Қыз жеңгесі, білдірмей үйге бар, бізді сырттан бақылау, оқыс іс болса хабарла, сарай маңайын сыпырып таста, белгі қалмасын деді. Тайшығара мен Айдос ішке кіріп, қыз бен келіншекке қамқорлықтарына алғыс айтты. Біздің артымыз шулы, тұтқындар түгелдей бытырап орманға қашып кетті. Айдаушылардың бізді күзеткендері таяқ жеп соққыға жығылды, өлгенінде болу керек. Біз сендерге, яғни бізге көмектескен жандарға алғыс айтуға белгіленген жерге шықтық. Ал замандастар, тірі болсақ кездесерміз, өлсек дұғада болыңдар, деді екеуі қосарлана. Айдостың аяғынан қан шып-шып шығып тұр, ораушы болған қан. Қыз жеңгесі, біз сіздерге көмектесуге бел байладық. Осы мынау күйеуіміз бен екеуміздің отауымыз. Бұл үйде ешкім тінтпейді. Мына қалыптарыңмен ешқайда ұзай алмайсыңдар. Қуғыншылар іздерінен қуып ұстап алады. Қазір жуынып тамақтаныңдар. Өздеріңді қарсы алған әйел жолдасымен екеуі сырттан бақылап тұрады. Орынды шешімге бұлар қарсы бола алмайды. Мына қалыптарында ұзап кете алмайды. Әрі үлкен қарсылық та жасай алмайды. Сонымен бұлар отауға жасырынды. Өте тез болған арпалыстан айдаушылар да есін жинағанда қашқындар 4 мылтықты алып кеткен. Кезектегі 4 күзетшінің екеуі оққа ұшқан, екеуі бастан қатты соққы алып жарақат алған. Айдаушылар байдың өз үйі мен екі басшының үйінен басқаларын қораларын қарап, күдікті ештеңе таба алмай, жарық түсе ормандағы ізді қуып кетті. Сөйтіп шағын ауыл опыр-топыр болды. Орман ішіне кеткендер бытырап қашқан. Сол күні қашқынның екеуін ұстап, біреуін өлтірген, қалғанынан дерек жоқ. Қуғыншылар бекеттерге барып, болған жағдайды айтып, Қызылжарға шабарман жіберді. Түрме азабымен жүдей тартқанымен өткір көзді, еңселі, ұзын бойлы, батыр тұлғалы қарасұр Тайшығара сұлу қызға бірден ұнады. Олардың кім екенінен Бейбісара мен жеңгесі толық хабардар болды. Олардан жасырудың реті жоқ. Әлдеқалай жағдай болса, елге хабар осылардан жетеді. Игілікті істегендеріне құтқарушылар да мәз болды. Алды белгісіз болса да ұнатқан екі жүрек табысты. Бейбісараның бөлмесінде Тайшығара 2 күн бірге болып, тәтті ләззаттың қызығын көп көрді. Аласапыран заман кімді мұратына жеткізген. Қашқындарды ұстауға Қызылжар қаласынан қосымша солдат шықты. Екі қазақ сол жердегі қазақ ауылдарымен байланысқан болу керек деген бойынша бай ауылына қарауылды күшейтті. Мұны естіген Тайшығара мен Айдосқа бұл арадан кету керек болды. Аспаз әйелдің жолдасы екі қашқынды жыра арасындағы қасқырдың апанын апарып жасырды. Өзі сол маңайға мал шығарып қарауылда болды. Ізшілер орман арасын сүзіп, іздеуді тоқтатпады. Барлық хабарды малшы жеткізіп, оларға тамақ тасып тұрды. Түн шымылдығын бүркеніп, Бейбісара жеңгесімен екеуі де келіп кетті. Дегенмен енді бұл маңайды болудың мүмкіндігі таусылды. Асығыс кездесіп айырылатын күн туды. Түн қараңғысында Бейбісара жеңгесімен екеуі жолға тамақ, кездік әкеп берді. Тайшығара мен Айдос түн қараңғысын пайдаланып, із жасыруды ойлады. Аз күн болса да, шыны ықыласпен табысы бауыр басқан екі жастың айырылысуы ауыр болды. Жолыңа ауыр болады демесең, сенен жаным садаға ала кет, деді Бейбісара. Олай істеу екеумізге де қатер. Әлі Айдос жолға жарамсыз, сен менің тілекшім болып қаласың. Біздің сіздерден бөтен хабаршымыз жоқ. Құдай тілекті шын берсе, менің өмірімнің жалғастырушысы да боларсың. Мынау әкемнен маған қалған тұмар еді. Соны мойныңа тақ. Киелі тұмар бір уақыттарда тірі болсаң кездестірер. Қыз былғарымен қапталған қайыс баулы тұмарды мойнына тақты. Құдай беріп балалы болсам, осы тұмар соның мойнында болады. Ұл тусам, осы тұмар арқылы өзіңді өзің болмасаң әулетің табады. Қыз болса әкесінің енін алып тегін білер, балалы болмасам өлгенше өз мойнымда қалар, деді егіліп. Бейбісара, мен саған сенем. Сен менің жүрегімнен орын алып, жанымда бірге болатын елесім боласың. Мен күт деп сені қимайым. Менің қашан ораларым белгісіз. Тек тұқымыма адал болсаң болды, деп қызды бауырына басты. Екі жас бір-бірімен үнсіз септесті.
Ақылды адамдар ләжіні ынтықтықты ақылға жеңгізіп батырларша қоштасты. Алла ешкімге мәңгі бақыт бермеген. Мен сенімен өткізген аз күнімді көпке балайым. Әрі тағдыр кездесудегі қызығым жаныма мәңгі азық болар. Сіздерге ақ жол болсын, деді қыз. Тағдырға жетер шара болмай екі жаға қош айтысты. Қыз жеңгесімен екеуі қарауылдап ауыл сыртында қалды. Дорбаларын мойындарына асып Айдос пен Тайшығара қалың қарағай арасына кірді. Олар түн жүріп, күндіз жатып, батысқа қарай жылжи берді. Айдосты атамыз кейде сүйемелдеп, кейде арқалап тобыл жағасына жетті. Сүйекті кеулеген ірің бойды алып, Айдос қозғалудан қалды. Мені тастап кетті, өзің құтыл деген жолдасының сөзін Тайшығара құлағына ілмей арқалап жардың қуысына жеткізді. Қолына түсіп жеуге жарағанды Айдостың аузына тосты. Шөптерді дәрі есебінде жараға жапсырды, қайнаты суынды ішкізді, екеуі де әлсіреді. Ауру меңдеген Айдос ақыры Тайшығараның қолында көз жұмды. Қайғы жұтқан атамыз адал досты жерлеп, суық қабірге бауырын басып, соңғы қоштасуын айтып, қажыған денесін әзер сүйреп оңтүстікке бет алды. Бәрі қазақ болғанымен ұлт-азаттық қозғалысы жеке адамдарды былай қойғанда тұтас ауылдардың ара-жігін аша түсті. Бекіністегі солдаттар шағын топтар құрып, сұлтандардың бастауымен маңайдағы ауылдарды сүзіп тонауын қоймады. Оларға қарсы арандатушылық әрекеттерді тоқтату үшін Кенехан шағын жасақтар шығарып, олардың ізіне түсті. Сұлтандар ауылдарды шапқанда Кенеханның сарбазымыз деп қана қоймай, абылайлап ұрандайтын шығарды. Тіпті өз бекіністеріне тиіп, бүлікшілерді істеді. Бұлары әдейі қолдан жасалған бүлікшілік еді. Қалайда Кенехан патшаға берген уәдесін бұзып, қарақшылық жасалған қылып көрсетіп еді. Шешесінің қасында бірсыпыра болған Тайшығара үйде қарап жата алмай, Екатерина бекінісіне шабуылға бара жатқан Наурызбай мен Ағыбай қолына қосылып кетті. Асылған сарбаздар бекіністі тас талқан етті. Соғыс шығынсыз, қиындықсыз бола ма? Дегенмен бекінісі зебікті. Басқа да бастаған батырлар топ ішінде Тайшығараның да жүздігі бар. Ахмет Жанторин сұлтанның ауылын шапты. Ахмет аз адаммен қашып құтылды, бірақ Тайшығара отбасына тимеді. Бір кезде қашып құтылуға көмек жасаған Айша апасымен амандасып, бейбіт ауылға тимей аттанып кетіпті. Мұндай қақтығыстар Ырғыз Торғай бойында бірнеше рет болыпты. Ол кезде ел Тайшығараны қара деп қана айтады екен. Сол атымен Қоқан, Хиуа хандықтарының қалаларын алу үшін болған шайқастарға бірнеше рет қатынасқан. Ақын жырауларымыз көбіне ауызша жырлаған. Жырдың негізі көбіне ерекше шыққан батырлар мен қолбасыларына арналған. Біздің салтымызда жолдасының жақсылығын, ерлігін көтеріп, қошеметпен айту бар. Ал есті адамдар өзі туралы шешіліп ештеңе айтпаған. Азаматтың сыншысы мен әділ төрешісі елі, халықтың сыйы, құрметті батырымыз деп бетке ұстау, қошеметтеп құрметтеу. Сондай батыр деген атақты Тайшығараға да халық беріпті. Оны да батыр атандырған намыс, кек, азаттық. Біздің қай батырымыз да сыртқы елді шауып, тонап, жерін алып батыр атанып жүрген жоқ. Жаулап алу саясаты қазақ халқында болмаған. Тек елін қорғау, жерін сақтау, азаттығын алу үшін жүргізген әділ күресі жолында ғана қолына қару алған. Қаншама арыстарымыз өтірік қолдан жасалған құжаттардың құрбаны болған естен шығарып, ескі архивтерді іздеп сабыламыз. Бізге архивтер отарлаушы саясатты әшкерелеу үшін, олардың саясаттарындағы зұлымдықты дәлелдеу үшін ғана керек. Ал арыстарымыздың ерлік жолдарымен, халқымыздың қасиетті дәстүр мен азаттық үшін күрестерін дәлелдеуге нақты үлес қоса алмаса керек. Ердің ерлік істерін кейінгі ұрпаққа жеткізген де халықтың өзі. Иығынан көп шайқаста жараланған әрі анасының ауырған хабарын алған Тайшығара 1846 жылдың күзінде Кенесханның қолынан шығып үйіне қайтты. Ол кезде жазалаушы жасақтар Торғай даласын шарлап жүрген. Дегенмен көбек Тайшығараны көп көзінен жасырып, жазалаушылардан сақтады. Содан кейін Кенесханның жасағына қайтып бара алмаған Тайшығара бейбіт өмір тіршілігіне кірісті. Менің естігенімнен есімде қалған ерлік пен азаттық күресінен аз білгенім осы деп Сүкең сөзін аяқтады. Шырақтарым, шын ықыластарың ауса ол кісінің кейінгі өмірінен білетін әңгімелерімді тағы да бір отырыста айтармын. Жалғасы бар.